Шымкент қаласы 3-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 4-ші А сынып оқушысы Абдыраш Айша. Ғылыми жобамның тақырыбы пернетақтаның құпиялары. Жетекшім Жұмагүлова Жұлдыз Уалиханқызы. Ғылыми зерттеу жұмысының мақсаты компьютерлік жүйеде орналасқан пернетақтаны шығу тарихы мен оның қолданыстағы маңыздылығы туралы келешек ұрпаққа насихаттау, үлгі ету. Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері: пернетақта туралы түсінік беру, оның көмегімен жүргізілетін зерттеулердің маңыздылығы мен құндылығын таныту, пернетақта қызметі туралы мәлімет беру, болжам пернетақта құпиясы мен пайдалы тұстары туралы құрастыру. Менің тақырыбымның өзектілігі компьютерлік пернетақтадағы таңбалардың ең жақсы орналасуын анықтау мәселесінде жатыр. Менің жұмысымның практикалық мәні неде? Кез келген қолданушы үшін терудің жоғары жылдамдығы қазіргі жағдайды қажет шеберлік. Қазіргі уақытта дербес компьютер адамдар өмірінің көп бөлігі болып табылады. Күн сайын жүздеген миллион адамдар әртүрлі ақпарат жазады. Интернетте компьютерді қолдана отырып сөйлеседі. Мұның бәрі пернетақтаның көмегімен жасалады. Мен теруді алғаш бастаған кезде маған пернетақтадан қажетті әріпті табу қиын болды. Алайда менің байқағаным уақыт өте келе менің саусақтарым бұндай оғаш әріптерге икемделді. Пернетақта бұл компьютерге деректерді енгізуге және басқаруға арналған құрылғы. Компьютерлік пернетақтаның тарихы 150 жылдан астам уақытты құрайды. Қазіргі заманға пернетақтаның прототипті 19 ғасырдың ортасында пайда болған жазу машинкалары болды. Небәрі 20 жылдан кейін QWERTY деп аталатын латын пернетақтасы ойлап табылды. Ол қазір қолданылады. Өткен ғасырдың 80 жылдарының басынан бастап компьютерлер тек ірі компанияларға ғана емес, қарапайым адамдарға да қол жетімді болды. Құжаттармен жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін сандық пернетақтаның пернелеріне курсордың қозғалысы функциялары қосылды. Ал 1987 жылы бізге белгілі болған пернетақта жаппай өндіріске жіберілді. Пернелер саны 83-тен 101-ге дейін көбейтілгеннің байланысты ол пернетақта кеңейтілген деп аталады. Пернетақталардағы ең ұзын перне ол основная клавиатура. Ол пернетақталардағы ең ұзын пернетақта болып табылады. Пернетақтаның жалпы қаратын жұмысы бір сөйлемнен кейін біраз орын тастап кететін құрылғы. Пернетақтадағы пернелер 4 негізгі топқа бөлінеді. Функционалды дегеніміз F1-ден F12-ге дейін пернелер. Әріптік сандық. Әріптік сандық дегеніміз көзіміздің алфавиттегі әріптер. Курсорды басқару дегеніміз міне. Бұл жерде керекті заттарымызды таба аламыз. Сандық панель дегеніміз бұл жердегі сандарды, яғни сан жазатын кезде пайдаланылатын пернелер. Ғылыми жобамды қорытындылай келе, жоғарыда айтылғандардың бәрінен менің алға тартқан гипотезам зерттеудің өзінің растауын тапты деген қорытындыға келуге болады. Жылдан басып шығару үшін соқыр 10 саусақ әдісін игеру қажет. Бұл әдісті үйрету үшін сіз әртүрлі компьютерлік тренажерлерді қолдана аласыз. Соло, бади, тип, стамина, тағы басқалар. Сонымен қатар теру уақытының одан әрі азайту үшін жиі кездесетін әріптер комбинацияны ұйымдастырудың тиімділігін туралы ойлана отырып зерттеуді әрі қарай жалғастыруға болады деп қорытындылаймын. Алға қойылған міндеттерді толығымен орындалды, қойылған мақсатқа қол жеткізілді. Өмірде қолданылысқа айналған адамзат үшін маңызы жоғары үлкен сұранысқа ие болып
отырған компьютердің бетінде орналасқан пернетақтаның қасиеті мен маңыздылығы, қолданыстағы қажетті қасиеттері туралы келешек жас ұрпаққа насихаттаппын.